Сәлем достар, әрбір елде қызықты әрі ақылға сыймайтын заңдар бары анық. Қазір сізге мен сіз естімеген заңдарды айта кетемін. Сіз заңға бағынар ма едіңіз? Комментарийға қалдыра кетіңіз. Егер сіз суық мезгілде Бельгияда болсаңыз, тұрғындарға бір-біріне қар лақтыруға тыйым салатын күлкілі заңды есіңізде сақтаңыз. Бұл елде қар мен тасты бірдей санайды екен. Ал Канадада аққаланы 75 сантиметрден жоғары жасауға тыйым салынады екен. Егер Шотландияда біреу есігіңізді қағып, әжетханаға кіріп алайыншы десе, сіз міндетті түрде кіргізуіңіз керек. Сингапурде көпшілік орындардағы әжетхананы артыңыздан тазаламасаңыз, $500 төлетеді. Бұл жақсы заң екен негізі. Сонымен қатар осы елде сіз үйіңізде жалаңаш жүре алмайсыз. Колорадо штатында ит ұрласаңыз $500 айыппұл салынады. Ал егер көршіңіздің итін ұрласаңыз, тіпті 10 жылға дейін абақтыға жабылып кетуіңіз мүмкін. Жапонияда семіздікке тыйым салынған. Ерлердің белі 80 сантиметрден, ал әйелдердің белі 90 сантиметрден көп болмауы керек. Флорида штатында бір күнде 3 тарелкадан артық сындыруға тыйым салынады. Маған қызығы, соны кім көріп отыр деймін да. Ал Лос-Анджелесте белдіктің ені 2 дюймнан асса, күйеуі әйелін белбеумен ұруға болмайды. Әрине, әйел алдын ала келісім болса болады екен. Ал Францияда шошқаңызға Наполеон деп ат қоюыңызға тыйым салынады. Ұлыбританияда жағалауынан тас алып кетсеңіз, пляждан 1000 евро айыппұл төлеуіңіз мүмкін. Ал Данияда әйелдерге парик киген үшін заң тыйым салады екен. Севильяда жуылған іш киімді кептіру үшін сыртқа іліп қоюға тыйым салынады. Әрине, біздің елде бұндай бір түрлі заңдардың болмағанына шүкір дейміз. Сізге ең қызықты заң қайсы болды? Комментарийға жаза кетіңіз. Рахмет.